Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ең дәмді, өте нәзік, күшті болып шығатын құймақтар, яғни блины жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа жарып аламыз. 3 жұмыртқаны әдемілеп, одан соң ас қасықпен 3 қасық қант саламыз. Және де шым-шым тұз салуды ұмытып кетпеңіздер. Тұз өте маңызды рөл атқарады бізде. Жақсылап осы үшеуін араластырып аламыз. Әбден араластырып болғаннан кейін 1 кружка сүтімізді құямыз. Және тағы жақсылап араластырамыз. Және де ұнымызды салып, қою болғанша араластырамыз. Содан соң қайнап тұрған суымызды 1 кружка құйып, жақсылап араластырып, 3 қасық сұйық май құямыз. Содан соң тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін табамызға жұқа етіп құйып, осындай тесік, яғни ажурный болып шығатын блиныларымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал бізге ас болсын.